Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі 104-ші сабақты бастаймыз. Сабағымызды бастамастан бұрын менің YouTube арнама жазылып, қоңыраушаны міндетті түрде баса кетіңіздер. Олай болса сабағымызды бастайық. 5-ші жаттығу: өлеңді суреттердің көмегімен оқы. Ұшақтан жылдам бұлттар. Таңертең күн ашық, тұр еді нұр шашып. Аспанда бұлт жоқ, ендеше күдік жоқ. Ойладым дәл бүгін жаумайды жаңбыр. Шықтым мен үйімнен, жейдешең күйіммен. Әурелер жолда құр, алғам жоқ қол шатыр. Кенеттен аспанды бұлт торлай бастады. Ұшақтан жылдам ба, шаңдатып көшені, басталды нөсері. Жоқ мотор қанаты, бұл бұлт қалайша тез жете алады. Керекті сөздерді пайдаланып, сұрақтарға жауап бер. Күн қандай? Ашық, күн ашық. Аспан қандай? Аспан бұлтты, бұлтсыз. Аспанда қандай бұлт торлады? Аспанды қалың бұлт торлады. Сын есімдердің астынсыз туынды сын есімді сөз құрамына ажырат. Бұл жерде бұлтты деген сөз, және де бұлтты, бұлтсыз деген сөздер туынды сын есім болып тұр екен. Түбірі бұлт, жұрнақ болады. Бұлтсыз деген сөзде түбірі бұлт, сыз деген жұрнақ болып тұр, құрметті оқушылар. Келесі 6-шы жаттығу: мақалдық қатесін түзеп жаз. Сулы жер бұлақсыз болмас, таулы жер құрақсыз болмас дейді. Ал негізінен бұл мақал қалай болады? Сулы жер құрақсыз болмас, таулы жер бұлақсыз болмас болады екен. Негізгі дұрысы осылай. Сын есімдерді тап, олардың негізгі және туынды екенін ажырат. Туынды сын есімдер сулы, құрақсыз, таулы, бұлақсыз деген сөздер. 7-ші жаттығу: берілген сын есімдерді келесі беттегі кестеге орналастыр. Бізде келесі бетте негізгі сын есім және де туынды сын есімнің кестесі берілген. Бұл жердегі сөздерде негізгі сын есімдер мыналар болады: тұнық су, ізгі ой, жаңа дәптер, әдемі қыз, биік тау, жүйрік ат. Ал туынды сын есімдер әсерлі әңгіме, атақты кенші, сүтті сиыр, шөпті жер болады. Туынды сын есімдерді сөз құрамына талда, олардың түбірі қай сөз табынан жасалғанын айт. Бұл жерде туынды сын есімдерді сөздің құрамына қарай талдайтын болсақ, әсерлі түбірі әсерлі жұрнақ болады. Бұның түбірі зат есімнен жасалып тұр. Атақты түбірі атақ, жұрнақ болады. Атақ дегеніміз зат есімнен жасалып тұр. Сүтті сиыр түбірі сүт, жұрнақ. Сүт дегенімізде зат есімнен жасалып тұр. Шөпті жер дегенде түбірі шөп, дегеніміз жұрнақ, яғни түбірі шөп. Бұл зат есім болып тұр. Енді бұл сөздердің қай сөзбен байланысып тұрғанын түсіндір дейді. Әсерлі әңгіме дегеніміз бұл әңгіме деген сөзбен байланысып тұр. Атақты кенші дегенде атақты деген сөз кенші деген сөзбен байланысып тұр. Сүтті деген сөз сиырмен байланысып тұрса, шөпті деген сөз жер деген зат есіммен байланысып тұрған екен. Келесі шығармашылық үзіліс: 8-ші жаттығу: ұйқасын тауып оқы. Тауда жүрген тарғыл аң, бұл қайратты қабыл аң. Туынды сын есімді тап. Бұл жерде туынды сын есім қайратты. Қайратты деген сын есімнің астын сызайық, құрметті оқушылар.